Қайырлы күн, құрметті оқушыларым. Сіздермен бүгін 9-шы сыныптың ББЖМ тестілеуіне дайындығымызды бастап кетейік. Бұл бізде білім алушылардың білім жетістігінің мониторингіне арналған кейбір тақырыптарға бөліп отыра тест сұрақтарын талдап өтетін боламыз. Мысалы, бүгін біз тотығу-тотықұстану реакцияларына арналған бір-екі тесттерімізге көз жүгіртіп өтейік. Ең алдымен тотығу-тотықұстану реакциялары дегеніміз не? Бұл бізде ең қатты таралған реакциялардың бірі. Табиғатта, жалпы техникада олардың үлкен рөл атқаратын негізі болып табылатын реакциялардың бірі. Тыныс алу. Біз тыныс алған кезімізде ірі организмдердегі зат алмасу процестері, кейбір заттардың шіруі, мысалы айранның ашуы, фотосинтез процестері, осының барлығы тотығу-тотықұстану процестерімен байланысты. Мысалы, отын жанғанда немесе болат өндіргенде осындай реакцияларда да процесс тотығу-тотықұстану процесі жүреді. Енді мысал келтіріп кетейік. Келтірілген реакциялардың ішінен тотығу-тотықұстану реакцияларына жатпайтынын анықтаңыздар. Бізге именно жатпайтынын анықтау керек. Демек, мына реакцияларда берілген нұсқа бойынша бізде бір ғана жауап бізде бұл тотығу-тотықұстану реакцияға жатпайды. Именно осы реакцияда қалай өзгеріс болады, осыны анықтап алайық. Тотығу-тотықұстану реакциясында мына оң жағымен және сол жағындағы элементтердің тотығу дәрежесі өзгереді. Тотығу дәрежесі өзгергендіктен бұл бізде тотығу-тотықұстану реакциясына кіреді. Мысалы, натрий хлор реакция соединение, осыны қарап өтейік. Натрий тотығу дәрежесі қанша? 0, хлор қанша? 0. 0-дан бұл бізде плюспен плюс 1, минус 1. Тотығу дәрежесі өзгерді ма? 0-дан натрий плюсқа өзгерді, плюс 1-ге өзгерді, хлор 0-дан минус 1-ге өзгерді. Міне осы бізде тотығу-тотықұстану реакциялар. Демек, кез келген реакцияның егер де элементтердің тотығу дәрежесі өзгерген болса, оң жақтағы результатында, демек бұл бізде тотығу-тотықұстану реакциясы жүрді деп есептейміз. Осы қағиданы жаттап алыңыздар. Ал енді барлық нұсқаны қарап өтейік. Натрий хлор, аргентум NO3, натрий NO3, аргентум хлор. Бұл жерде ешқандай өзгермеген. Қалай натрий мында плюс болып тұр, мында плюс болып тұр. Хлор минус болып тұр, хлор минус болып тұр. Аргентум плюс болып тұр, плюс болып тұр. NO3 минус болып тұр, минус болып тұр. Демек, бұл жерде ешқандай да біздің тотығу дәрежеміз өзгерген жоқ. Келесі S плюс O2, SO2, S бізде 0 болды, O2 0 болды, SO2 де өзгерді. Цинк 0 болды, және результатында цинк плюс 2 болды. Феррум 0 болды да, мұнда бізде феррум плюс қайтадан 2 болды. Демек, барлық мынау тұрған реакцияларда бізде тотығу дәрежесі өзгеріп, именно мына Б реакциясында бізде тотығу дәрежесі ешқайсысында өзгерген жоқ. Демек, біздің жауабымыз Б болады екен. Ойбай. Неге? Так. Біздің жауабымыз міне Б. Жақсы. Келесі. Электрондарды қосып алатын молекулалар, атомдар және иондар қалай аталады? Енді сізде мына тотығу дәрежесі, тотығу реакциясы жүрген кезде бізде бір заттар, мынау бізде мысалы электронды қосып алып отыр ғой, натрий хлор болып өзіне электронды қосып алып отыр. Және электронды беріп отыратын бізде жаңағы молекулалар болады. Ал именно өзіне қосып алатын, иондарды қосып алатын бізде тотықтырғыш болады, окислитель. Просто бұларды жаттап алу керек сіздерге.
Келесі сұрақ. Мына қосылыстарды қай элементтің тотығу дәрежесі нольға тең? Аха, жаңа айтып өткенде бізде тотығу дәрежесіне ең бірінші назар аударатынымыз тотығу дәрежесі. Қай кезде ол нольға тең болады? Ол басым көпшілігінде егер де элемент жалғыз тұрса, ешқандай да элементпен қосылып тұрмаса, онда ол жалғыз тұрған элементтің тотығу дәрежесі нөлге тең болады. Кез келген жағдайда. Міне мысалы натрийда біз 0 болды, хлор 0 болды, сера 0 болды, цинк 0 болды, феррум 0 болды, мынанда H 0 болады, мында купрум 0 болады. Ал қалғандардың барлығы плюс-минус зарядтары бар. Мысалы мында плюс, мында минус 2, мынау N2 0 болады. N былай жалғыз жазса, бұда алдында валенттілік былайнан қолдар болу керек болады. Ал егер оның жанында индексі жазылатын болса, онда оның тотығу дәрежесі нөлға тең болады. Міндетті түрде кейбір газдар бізде индекспен жазылады. Ал қалғандары натрий фтор, кальций фтор 2, H йод. Видите, барлығында соединение бар, қосылыс бар. Ал именно N2-де ешқандай да қосылыс жоқ. Сондықтан да біздің жауабымыз N2 болады. Осындай тесттер сіздерге көп жасау керек. Көп жасаған жағдайда тез естеріңізде қалатын болады, және осындай қағидаларды просто жаттап алсаңыздар, кез келген есептерді шығара беруге болады. Осыған ұқсас міндетті түрде именно осы реакция, осы тест болу деген ол міндетті түрде емес. Просто тақырыпты түсініп алсаңыздар болды. Кез келген жерде кездесіп қалған кезде есіңізге түсіріп белгілеп кететін боласыздар. Келесі сұрақ, қосылыстағы металл атомдарының тотығу дәрежесі. Металл атомы. Металл бізде всегда үнемі оң болады. Үнемі оң. Тоже жаттап алыңыздар. Енді мына электрондық формула 1s2, 2s2, 2p2 сәйкес келеді. Осы кезде мен сіздерге айтқым келіп отырғаны, сіздерге шпаргалка қылып, мен қазір бір сайтты айтқым келіп отыр. Ол бізде P-Table деген сайт. Так, көрсетейін десем, демонстрацияны ауыстырамай тұрмын. Бір минут. Міне, мынау сайт. Осы жерден біз P-Table деп кәдімгідей жазасыздар. Гуглға сол кезде міне осындай сайттар шығады. Оның міне Менделеев таблицасы. Менделеев таблицасының бізде электрон свойствосы, мысалы мына хром қандай, азот мындай да мындай, в общем, барлық сіздерге керекті величинаның барлығы бар. Енді жаңағы электрондық конфигурацияны білу үшін міне электронный дегенін бассаңыздар, бұл жерден барлығын біле аласыздар. Мысалы, сіздерге 1s2, 2s2, 2p2 берілген. Егер де барлығы 2 болса, демек ол қандай? Демек ол бізде 6-ға тең болып тұр. 6-ға тең. 6 бізде қайсысы? Ол бізде міне көміртек. Енді көміртектің үстінен былай басамыз. Міне, мына жерге назар аударыңыздар. 1s2, 2s2, 2p2. Міне көрсетіп қойған. Сай келіп тұр ма? Сай келіп тұр. Бірінші орбиталында 2, екіншісінде 4 болады. Бұл бізде көміртекке сай келіп тұр. Демек жауабы көміртек болады. Осы сайтта ашып, P-Table таблицасымен кез келген үстіне баса отырып анықтап алсаңыздар болады. Міне.
түсінікті ма? Қиын ештеңесі жоқ. Жақсы. Бұл бізде, шатаспасам, бұл бізде соңғы сұрақ болды. Так, демонстрацияны устайын. Демек, көміртек атомы болады. Жаңа айтып өткендей, біріншісінде 2, екіншісінде 4, 6. Міне 1s2, 2s2, 2p2, 6. Бұл бізде көміртек атомына сай келіп тұр екен. Жақсы, осымен бүгін біз тотығуды тоқсану реакцияларына тақырыбы бойынша кішкене тесттерді талдап өттік. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийге қалдырып кетіңіздер, мен жауап беретін боламын. Қолдап кетуді ұмытпай, подписаться батырмасын басып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған әдеттегідей химия онлайн арнасы. Қош, сау болыңыздар.